Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының төтенше жағдайлар басқармасы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын қарқынды жүргізіп келеді. Басқарма қызметкерлері аудан аумағындағы өрт қауіпсіздігі мен улы газдың алдын алу мақсатында көп қабатты тұрғын үйлерді аралап түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырды. Үгіт-насихат шараларына төтенше жағдайлар мамандарымен бірге Әл-Фараби ауданы прокуратурасының қызметкері және ерікті жастар қатысты. Тұрғындарға пеш пен жылыту құрылғыларын дұрыс пайдалану ережелері, тұрмыстық газдың қауіптілігі және қауіптің алдын алу жолдары түсіндірілді. Шара басталар алдында төтеншеліктер арнайы жиын өткізіп, еріктілерге жұмыстың мақсаты мен міндеттерін түсіндірді. Бұл шараға Әл-Фараби ауданы прокуратурасының қызметкері және 25-ке жуық жас ерікті қатысып, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге атсалысты. Қазіргі таңда жылыту маусымының толық басталуына байланысты Әл-Фараби ауданы прокуратурасымен және жергілікті төтенше жағдайлар басқармасымен және еріктілер тобы арасында, халық арасында газбен уланудың алдын алу, газды қалай қолдану бойынша сондай бір іс-шара өтіп отыр. Қазіргі таңда іс-шараның қазіргі басты мақсаты аудан тұрғындарына газды қолдану, ол бойынша жаңағы төтенше жағдайлар орын алған кезде қандай телефон номеріне хабарласу керектігі бойынша айтылып отыр. Енді іс-шара негізі жүргізіліп жатқан іс-шаралар көп, алайда жаңағыдай бүгін бір жастарды қосып, прокуратура тарапынан және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, осындай ауқымды іс-шара жүргізіліп отыр. Улы газбен улану әлі күнге дейін жантүршігерлік оқиға болып отыр. Қызметкерлер үй иелеріне газ құрылғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, улы газдың уланудың белгілері мен алдын алу шаралары туралы ақпараттық жаднама табыстады. Мысалдар арқылы құтқарушылар пештің тартуын қалай дұрыс анықтауға болатынын, өрт қауіпсіздігі арақашықтығын сақтаудың маңыздылығын және ашық от қолданбай газ жабдығының тығыздығын қалай тексеру керектігін түсіндірді. Ерекше назар улы газ датчиктерін орнату және пайдалану ережелеріне аударылды. Қала аумағында жылыту маусымы басталғалы бері 17 өрт оқиғасы және де 31 улы және табиғи газдан улану оқиғалары тіркелген болатын. Соның салдарынан 2 адам қаза тауып, 2 адам жарақат алды және 80 адам жеңіл дәрежедегі жарақаттар алған болатын. Қазіргі таңда сондай оқиғалардың алдын алу және болдырмау мақсатында осы іс-шара ұйымдастырылып отыр. Қазіргі таңда көп қабатты үйлерде көп улану фактілері тіркеледі. Себебі ол кісілерде жаңағыдай газ колонкасынан утечка болады. Соның салдарынан улану оқиғалары тіркеледі. Мамандардың айтуынша, мұндай түсіндіру жұмыстары тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және жылыту маусымы кезінде орын алуы мүмкін төтенше жағдайлардың алдын алуға бағытталған. Олар улы газдың түсі мен иісі болмайтынын атап өтіп, тек жабдықтарды уақытылы техникалық қызмет көрсетіп отыру ғана адам өмірі мен денсаулығын сақтауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Әл-Фараби ауданы бойынша демеушілердің ықпалымен 22 газ датчигі алынды. Тұрғындарға айтарымыз, мынау жылыту маусымы кезінде барлық қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Бізге Шымкент қаласына оңтүстік аймақ бізде жылы климаттық аймақ болып есептелінеді. Күннің суы осы мынау желтоқсан айында бізде басталады уже. Сол аралықта улы газдан улану фактілері көбейіп жатыр. Ал әлі күн суыған жоқ, соның өзінде де бір аптаның көлемінде анализ жасағанда уже бізде 12-дей адам жаңағы тіркелген. Мұндай акциялар халықтың хабардарлығын арттыруға, қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және құтқарушылар мен азаматтар арасындағы өзара ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етері айдан анық. Айта кетсек, төтенше жағдай министрлігінің 30 жылдығына орай Әл-Фараби ауданында ауқымды игі істер атқарылған. Сондай-ақ демеушілер тарапынан орнатылған дабыл қаққышқа да тұрғындар алғыс айтып, ізгі тілектерін білдірді. Қарлығаш Байгөбек, Руслан Насиров, Нұрлан Алтынбек, Әділет ақпарат.